Қайырлы күн, құрметті достар. Қайырымдылық ең ізгі қасиет атты қайырымдылық сағатын бастаймыз. Қайырымдылық адамның бойындағы асыл қасиеттердің бірі. Қайырымдылық мұқтаж жандардың қажетін өтеудегі ізгіліктің нақты көрінісі болып табылады. Сондықтан да әрбір жан иесі қайырымдылық істеріне араласып, жаратушының разылығын алу үшін мұқтаж жандарға қол ұшын беруі дұрыстың дұрысы. Қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің көресің, дейді қазақ халқы. Қайырымдылық адамзат бойындағы ерекше бір қасиет болып саналады. Қайырымдылық ізгіліктің адамның адамға деген таза ниетін, адамгершілік қарым-қатынас көрсететін, адамдардың бір-біріне деген сүйіспеншілігі мен көмегі. Қазіргі таңда елімізде көптеген қайырымдылық қорлары жұмыс жасайды. Солардың бірі Зекет қоры, Бөбек балалар қоры, Самұрық қазына қоры. Және де Ақниет фонды, Біз біргеміз қоғамдық қоры, Сәби балалар қоры. Түрлі іс-шаралар мен акциялар, қайырымдылық қорлары арқылы қол ұшын созатын ізгі жандар көбейіп келеді. Солардың бірі Сара Алпысқызы Назарбаева, қоғам қайраткері, экономист, Бөбек балалар қорының негізін қалаушы және өзін-өзі тану рухани адамгершілік құндылықтарды жаңғырту бойынша жаңа білім беру бағдарламасының авторы. Қайырымдылық жасауға мемлекет тарапынан да көп көңіл бөлініп отыр. Жақсылық жасайтын жандар әрқашанда, әр кезде табылады. Осы күндері қолынан іс келетін азаматтардың бір қатары карантин кезінде абдырап қалған адамдарға, көмекке мұқтаждарға қарайласып жүр. Кез келген ізгілікті іс елдің іргесін бекітуге көмектесері сөзсіз. Оңтүстік тұрғындарының басына айдың аман, күннің жылы кезінде түскен тауқымет халықты қатты алаңдатып отыр. Елбасымыздың бастамасымен құрылған Біз біргеміз акциясы аясында Алматы қаласы әкімдігі мен партияның Алматы қалалық филиал тарапынан Түркістан облысында зардап шеккен азаматтарға гуманитарлық көмек, соның ішінде киім, төсек орындар, аса қажет азық-түлік гигиеналық құралдар, ұн сияқты бірінші кезекте керек заттар жіберілді. Осындай игі істерге волонтерлар штабы да зор көмек көрсетуде. Қайырымдылық туралы нақыл сөздер. Адамға алғыс айтпағанның Аллаға шүкірі жоқ. Қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің көресің. Қайырымдылықтан қалыс қалма, алғысқа бөлен. Қорыта келгенде қазақ халқы қайырымдылықты қастерлі ұғым санап, әрдайым өзара жақсылыққа, адалдыққа үндеген бабаларымыз ізгі істі үлкенді кішілі бөлмей, қоғамда өзара қайырымдылық пен ынтымақтастық ортасының орнауына ерекше назар аударған. Сондай-ақ қайырымдылық жасаған адам ешқашанда кедейленіп қалмайды. Қолы ашықтың жолы ашық деп атам қазақ бекер айтпаса керек. Сондықтан да Алланың берген рызығынан аз да болса бір бөлігін Хақ тағаланың разылығы үшін қайырлы істерге жұмсасаң, қоғамға тер пайдасы мол болатыны сөзсіз. Қайырымдылыққа атсалысқан баршаңызға Алла разы болсын.